Ассалаумағалейкум, Жамжайсан қазақ елі, армысыздар, ардақты ағайын. Семей телеарнасының эфирінде диалог бағдарламасын бастаймыз. Бағдарлама жүргізушісі мен Азамат Калимбеков. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз сот жүйесін жетілдіру. Студияға жайғасқан біздің мейманымызбен таныс болыңыздар. Раушангүл Байжуманова, Шығыс Қазақстан облысы номер 2-ші кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған аудан аралық сотының төрағасы. Қош келдіңіз, Раушангүл ханым. Қош көрдік. Сұхбатқа дайынсыз ба? Жақсы. Ендеше алғашқы сауал, биыл өзіңіз білесіз, егеменді ел болғанымызға 30 жыл толып отыр. Осы 30 жыл ішіндегі сот жүйесінде қандай өзгерістер болды? Осыған тоқталып өтсеңіз. Иә, дұрыс айтасыз, биыл 30 жыл болды. Біздің тәуелсіздік таңның атқанына. Осы уақыт ішінде өздеріңіздер көріп отырсыздар, біздің Қазақстан Республикасы мемлекетіміз қандай үлкен деңгейлерге көтеріліп, қандай жетістіктерге жеткенін, бүкіл дүние жүзі оны білгенін өздеріңіздер көріп отырсыздар. Осы жылдар ішінде біздің сот жүйесі де үлкен өзгерістерге ұшырап, үлкен реформалар қабылданды. Сол биыл осы тәуелсіздікпен тұпа-тұс келіп отыр, жаңағы осы біздің Союз судьялар одағының 25 жылдығы да биыл атап өтпекшіміз біз. Енді өзім келетін осы тәуелсіздік өзім сот жүйесіне сол 91 жыл келген болатынмын, қыркүйек айында. Ол кезде ең алғашқы Бесқарағай аудандық халық сотынан келген, ол кезде халық соты болған. Одан кейін сонда хатшы болып келіп, кеңсе меңгеруші болып, 93 жыл судьяға сайланып, міне содан бері жұмыс істеп келе жатырмын. Оның барлығын осы сот саласында болып жатқан өзгерістердің бәрін өз көзімен көріп, өзім де соған үлестер қосып келе жатырмын. Енді атап айтатын болсақ, осы жаңа тоқталмақшымын, жаңағы судьялар одағына 25 жыл толып халық білсін деп соған тоқтала кетейін. Осы біздің республиканың судьялар одағы 1996 жылы желтоқсан айында судьялардың бірінші съезінде құрылған болатын. Содан бері 8 съез өтті. Өзім де сол 5-ші съездің делегаты болып қатысқан болатынмын. Осы әрбір съез өзінің алдына қойған биік мақсаттары болады. Соларды нәтижелі түрде іске асырылып отырады 4 жыл сайын. Енді осы жаңағы съез дегеніміз осы судьялар одағының ең жоғарғы органы болып табылады. Өзі осы судьялар одағының жарғысы бар, өзінің жаңа ережесі бар, қалай кім мүше бола алады. Осы судьялар одағына, яғни жұмыс істеп жатқан судьялар, немесе жаңа отставка кеткен судьялар мүше бола алады, содан басқа мамандар да мүше бола алады. Енді осы судьялар одағы Қазақстан Республикасының осы азаматтарын құрған судьялар қауымдастарының жалпы мүдделерін іске асыру және қорғау мақсатында жұмыс істейтін республикалық мәртебесі бар қоғамдық бірлестік нысанындағы коммерциялық ұйым болып табылады. Ол тіркелген, жаңағы әділет министерствосында осы жарғының арқасында біз жұмыс істейміз. Жаңа судьялар одағы, республикалық судьялар одағы болса, біз әрбір облыстарда өзінің филиалдары болады. Ол филиалдардың басты органы конференция болып табылады. Сол конференцияда сайланады төрағасы, хатшысы 2 жылға. Ал мына судьялар одағының басты несі осы жаңағы съез болып табылады. Енді біз жарнама жыл сайын оған төлеп отырамыз. Осы судьялар одағының атқаратын жұмысы көп. Бұл енді басты мақсаты осы біздің судьялар одағының ол жаңа басқару органдарына тоқтап кеттім ғой, жаңа конференция деді филиалдарда, а судьялар одағында ол съез деп айтып кеттім. Ол жаңа 4 жылға сайланады, бізде конференция филиалдарда 2 жылға сайланады дедік. Енді біздің осы құрған қауымдастық судья осы заңдарға өзгерістер енгізуді соны талқылайды. Сонымен қатар осы біздің
повышение квалификации. Соны жоғарылатуды, оқуға жіберуді судьялардың, осы тағы да басқа олардың өзінің көптеген жаңағы сот тәжірибесін алмастыруды, басты осы өзекті проблемаларды қарайды, соттардың жұмысымен судьялардың осы мәртебесінің өзекті проблемаларын қарайды. Сонымен қатар судьялар әдеби кодексі бар, соны біз сақтауын қадағалайды. Сонымен қатар жаңа айтып кеттім, судьялар ғылыми тәжірибелік конференциялар өткізу және оған қатысады, соларда түрлі түсті басқа да қоғамдық жұмыстар жүргізіледі. Сот практикасымен жаңа заңнаманы жетілдіру мәселені талқылауға қатысады деп айтып кеттім, және судьялардың кәсіптік деңгейін арттыру, судьялардың оқыту жөніндегі шараларға қатысады. Осындай қызметтер атқарады. Осы судьялар одағының қауымдастығы. Енді көптеген жұмыстар жаңа атқарылды дедім ғой, осы съездарда алға қойған жаңағы мақсаттар бар, бағдарламалар бар, солардың барлығы орындалып жатыр. Енді өзім жаңа айтып кеттім, 5-ші съезде делегат болдым деп. Қазіргі заманда сол кезде осы кәмелетке толмағандар жөніндегі соттар, мамандандырылған соттар ашу жөніндегі жаңағы бағыттар сонда қойылған болатын. Сол бойынша бізде сол 4 жылдың ішінде осы кәмелетке толмағандар жөніндегі сот ашылды. Одан басқа да қазір өздерін көріп отырсыздар, мамандандырылған соттар ашылып жатыр. Жаңағы көп реформаларды айтатын болсақ, осы жыл ішінде өздеріңіз көріп отырсыздар, үлкен қарқынмен жүргізіліп жатыр. Мысалы, бұрын мен өзім еңбек жолын бастаған кезде, ол кезде енді 91-ші, 96-шы жылдары, 2000 жылға дейін өздеріңіз қағаз жетіспеушілік, сондай материалдық жағынан қиындықтар болды. Ол кезде мынандай компьютер деген цифрландыру деген жоқ болды. Күні-түні отыратынсың. Мысалы, бір 5 экземпляр керек болса, оның бәрі машина дұрыс болмай қалса, қайтадан жазып, қолмен жазып, оны печатать етіп деген сияқты. Қазір барлығы да оңай. Даже хатшылар қазір мысалы хаттама толтырмайды. Оның барлығы АБФ дейді, мына бейне жазба жүріп жатады, хаттама соған түсіріледі. Мысалы, алатын болсақ, енді жұмысты жеңілдеттіріп жатыр. Жаңағы біздің жұмыста енді нагрузка, жүктемеміз көп болатын, соны да азайтылды. Әсіресе мына біздің жоғарғы сотының төрағасы Жақып Қажымаш Асанов келгеннен бері өте қарқынды реформалар жүргізді. Соның ішінде мына 18-ші жылы бізде сот төрелігінің 7 тасы деген жобасы болды. Онда бірінші тасы жаңағы әділдік, екіншісі жауапкершілік, үшінші сот төрелігінің тиімділігі, төртінші тасы әкімшілік әділет, бесінші тергеу судьясы, алтыншы тас судьялардың құзыреттілігі және цифрлау деген. Осы барлығы да орындалды бүгінгі уақытта. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, мына жаңа мамандандырылған соттар ашылды, соттардың барлығы цифрландырылды. Қазір мысалы былтыр пандемия болды ғой, мысалы індет болды, карантин болды. Көптеген мемлекеттерде соттар мысалы көбі жабылып істемей қалды. Біздің Қазақстан Республикасында бірде-бір күн соттар жабылған жоқ. Барлығы да осы біздің басшымыздың көрегенінің арқасында бізге цифрландырулар, жаңа технология қолданып цифрландырулар алдын ала енгізіліп, соның арқасында біз соттарды WhatsApp жүйесінде, жаңағы мобильный телефондағы және бейне қоңырау арқылы, тағы да басқа осы АВФ-тар дейді ғой, барлығын сол түрмеде отырса да, қайда отырса да, адам қайда болса да, сол арқылы қарап, біз істерімізді уақытында, сол берілген мерзімінде қарап, сапалы барлығын біз атқардық. Ол өте үлкен жетістік деп ойлаймыз. Сонымен қатар осы реформалардың басты мақсаты ол сот жүйесінің азаматтарға деген, яғни ашықтығы, судьялардың азаматтардың алдындағы ашықтығы, қолжетімділігін қамтамасыз ету, сот жүйесін жаңа оңайтандыру дедік. Бізге азаматтарға оңайтандыру, қолжетімді болу үшін біз жаңағы фронт офистар дейді, солар ашылды. Халық қазір үйінде отырып, біз айтып кеттік, талай сот кабинеті арқылы өзінің тиісті талап арыздары болсын, қандай да бір басқа өтініштер, арыздары болсын, сол арқылы жіберіп, өздерінің сол берген талап арызы бойынша істерін сот кабинеті арқылы қадағалап отырады. Сотқа да келмей, жаңа айттық қой, телефон арқылы қосылып жатады.
Сонымен қатар тағы да басқа бізде көбінесе заңдарға көптеген өзгерістер енгізілді. Жаңа соттардың жүктемесін азайтылды дедік қой, ол көптеген біз қарап жатқан әлгі дауы жоқ, дау тудырмайтын істерді оны нотариустарға берілді, жаңағы орындау өндірістер арқылы, мысалы коммуналдық жаңа төлемдер, әлгі сот, сонымен қатар немене қарыз ақша алған немесе сондай болса, дауы жоқ болса, оны сол сот өндірісі арқылы, яғни нотариустың өндірісі арқылы, нотариус арқылы, яғни соларға берілді. Көптеген сот орындаушылардың біз санкция қоятынбыз, оларда көбінесе сол прокуратураға кетті, прокуратураға барлығы сондай бізде көптеген жүктеме, көптеген процентке азайды. Өйткені біз мысалы өзіміздің сотты алатын болсақ, біз барлық істерді қарай береміз. Бізде жалпы юрисдикциядағы соттарымыз, мысалы біз енді азаматтықта, жаңағы қылмыстықта, әкімшілікте істердің бәрін қараймыз. Ал қазір көптеген мамандандырған соттар бар, өзіңіз көріп отырсыз. Біздің Семейдің өзінде мысалы әкімшілік сот бар. Одан қалса жаңағы Семей қалалық соты ол азаматтық істер қарайды. Семей қаласының екінші соты ол қылмыстық істер қарайды. Міне біздің кәмелетке толмағандар істер жөніндегі сот, жаңадан міне сот әкімшілік сот мамандандырылған, өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік органдар мен азаматтардың арасындағы жаңағы арыздарды қарайтын сот жаңадан құрылды міне шілде айында. Одан басқа әскери сот бар, жаңағы экономикалық сот бар, аса ауыр қылмыстарды қарайтын жаңа ауданаралық қылмыстық сот бар, тергеу соты бар. Міне қарап отырсаңыздар, осында бұрын ондай болмаған, барлығымыз жалпы бұрын юрисдикцияда қарала беретін, соны бір судья өзі қарай беретін. Неге олар бөлінді? Өйткені өздеріңіздер қарап отырсыздар, нарықтық экономикаға байланысты қазір заман талабы басқа, істердің категориялары да мысалы көбейді, ауыр категориялар, оны бір судья шында да қарай алмауы мүмкін. Біздің ата заңымыз, ең басты заңымыз Конституция, соның аясында барлық заңдар қолданылады ғой. Соның кодекстерден басқа, мысалы, басқа заңнамаларды оқу керек. Оның барлық қанша уақыт алады, қаншама, сондықтан біліктілікті, жауапкершілікті талап етіледі. Сондықтан да осында мамандандырылған соттар құрылып, сонда яғни сапасы да жаңағы шешімдерінің күшейтіліп, қаралуы да барлығы да сол мамандандырылған соттарға ашылған бері жақсарды, халық та, азаматтар да оған енді өздері куә болып жатыр. Одан басқа қазір ең талап ол медиация мен дауларды, яғни аяқтау. Өйткені дау туғаннан кейін өздеріңіз білесіздер, егерде екі жақтың бәрібірде біреуі шешім шығарғаннан кейін бір жақ ол шешімге риза болмайды да, ол ертең жоғары сатыдағы апелляциялық сотқа, одан қалса жаңағы қадағалау жоғары сотқа беріп жатуы мүмкін. Оның барлығы адамның уақытын алады, шығыны кетеді. Сондықтан да медиация заңына қарай татуластыруға қазір біз көп күш жұмсап жатырмыз. Ол заңға да өзгерістер енгізілген. Оның барлығы да адамдар кейде түсінбей қалады, неге сіздер бізді қайта-қайта шақырып, неге қайта-қайта осыны татуластыра бересіздер деп. Ол заңда сол көрсетілген, өзгерістер енгізілген. Талап арызды алғаннан кейін жаңа талап арызды қабылдамай тұрып 10 күн ішінде, сол 10 жұмыс күн ішінде адамдар тараптармен жұмыс істеу керекпіз. Өзіміз болсын, болмаса медиаторларға жіберіп, немесе жаңағы билер кеңесі құрылған, соған жіберіп, татуласу орталықтар жіберіп, өйткені біздің басты мақсат, егер татуласу дауды жаңа өзара шешетін болса, онда яғни екі жақтың қарым-қатынастар жақсарады, жаңағы ешқандай бір-біріне деген жаңағы бұзылған қарым-қатынас жақсартып, жаңа бізге қатысты айтатын болсақ, балалар туралы даулар туған кездегі балалардың кездесу уақытын белгілеу, немесе тұрғылықты жерін анықтау, оны баланың психологиясына өте яғни әсер етеді оның барлығы. Сондықтан да біз талай түсіндіреміз, егер өзара шешсеңіздер, онда сіздерге де жақсы болады, балаларыңызға жақсы болады деп. Соны енді қазір тәуба, енді көптеген істерді біз бітіріп жатырмыз, бітімгершілікке келіп жатыр, адамдар енді ғана біле бастады. Соттасқаннан гөрі одан да жаңағындай өзара бір қандай да бітімгершілікке келіп бітірген дұрыс деп. Сонымен қатар қазір көптеген пилоттық жобалар жүріп жатыр. Өзіңіз білесіз, түнгі сот жаңағы пилоттық жобасы. Біздің сотта мысалы отбасылық сот пилоттық жобасы 18-ден бері жүріп жатыр. Ендігі жылы ол яғни
жүзеге асады деген мақсат бар. Өйткені бізге қай уақытта келеді, жаңағы ажырасқаннан кейін даулар туады, балаға қатысты, содан кейін келеді. Сондықтан да егер отбасылық соттар құрсақ, мына отбасылық институтын нығайтсақ, жаңағы егерде мысалы айырылыстырмай, жаңа татуластырып бітімге келтіріп, жаңағы сөйтіп келтіретін болсақ, онда арғыры дау тумайды. Жаңағы отбасыда сақталады, отбасылық құндылық қасиеттер сақталады, одан балаларға да барлығы жақсы болады, әсер етеді, жаңағы психикасы бәрі жақсы болады. Сол себепті де осындай, яғни алдыда тұрған осындай үлкен жоспарлар бар. Тағы да отбасылық сот құрылу деген, жаңағы виртуалды сот дейді, оның барлығы жаңа әкімшілік соттарда жүргізіліп жатыр, түнгі сот дейді. Әсіресе мынау көлікке байланысты соғысып қалған сол көліктерге байланысты, жол оқиғасына байланысты ол істерге өте ыңғайлы. Өйткені сол жерде даусыз-ақ, егер кім кінәлі болған мойындап жатса, онда барып сол сотта қарап, жаңағы әкімшілік жазасын алып, өзара шешіп жатады. Раушан ханым, енді барлық сұрақтарды жалпы қамтып жатсыз. Енді бір сауал қойғым келіп отыр өзіңізге жеке. Жалпы сіздің пікіріңізше сот жүйесі қоғам сенімін ақтап отыр ма? Осыған бір тоқталып өтсеңіз. Енді қараңыз, бес саусақ бірдей емес дейді ғой. Сондықтан қоғам болғандықтан адамдарда әртүрлі, әртүрлі пікірлер бар. Біз енді Фейсбуктен кейде қарап отырамыз ғой. Сонда қарап отырсақ, әртүрлі, енді онда кімдер жазады? Әсіресе мына шешімге риза болмаған адамдар, заңды түсінбеген адамдар жазуы мүмкін де, сонда пікір тудырады. Сондықтан да бізде сондай осы сотқа қарсы пікір болып жатса, біз сол тез арада оған жаңағы жауап беріп, түсіндіруге тырысамыз. Өйткені ол енді шында да адам басқаша жеткізеді ғой. Сондықтан біз заңды түсіндіріп, барлық қалай болғанын түсіндіріп жатамыз. Сондықтан да мен айтып тұрмын, әртүрлі пікір бар, бірақ заң талабында барлығы да шешім шығарылып жатады. Енді өздеріңіз білесіздер, ең ата заңымыз жаңа біздің конституция, соған байланысты заңдар барлығы да яғни шығарылады дедік қой, біз оған қайшы келе алмаймыз. Сол заң аясында барлығы шығарылып жатыр. Өйткені бірінші біздің кезекте осы жаңа құқықтары, бостандықтары бұзылған азаматтардың мүддесін қорғау. Сондықтан да заң аясында ол барлығында біз қорғауға тырысамыз. Жақсы. Енді жалпы сот саласындағы реформалардың мақсаты қандай? Осыған бір тоқталып өтсеңіз. Мен жаңа айтып кеттім ғой, мақсаты сол жаңағы сот жүйесі мақсаты азаматтарға деген жаңағы біздің судьялардың ашықтығы, қолжетімділігі болу. Және соған қатысты біз жаңа айтып кеттік, 18 жылдан бастап бізде және де шешімдерді халыққа түсіндіру, азаматтарға түсіндіру жаңадан сон форматта жазылып жатыр. Оларға шығарғаннан кейін, біз шешім шығарғаннан кейін, оқығаннан кейін қайтадан шешім неліктен сот осындай яғни шешімге келді, тұжырымға келді, соны біз өз ауызымызбен қарапайым тілде халыққа жеткіземіз. Көбі түсініп, яғни ешқандай шағымдар тудырмай жатады. Өйткені адамдар, әрбір адамға бүгін солай дәлелдемелерге байланысты ғой. Мысалы, қандай дәлелдемені берді бүгінгі уақытта тараптар. Сол дәлелдемені зерттей келе біз шешім шығарамыз. Біз түсіндіреміз. Бүгінгі күнде осындай болып тұр. Яғни дәлелдемелер жеткіліксіз. Сондықтан да мысалы сіздің шешіміңіз, жаңағы берген талабарыңызға біз қанағатсыз қалдырдық, немесе қанағаттандырылды. Не себептен қанағаттандырдық? Соның барлығын біз жіті түсіндіріп, халыққа жаңағы берген тараптарға біз түсіндіреміз. Бұл өте қолайлы деп ойлаймын. Өйткені соның тарапынан деп ойлаймын, қазір бұрынғыдай әлгі судьяның кейбір ұнамай қалған әлгі айттым ғой, жаңа қарсы шешім шығарса, онда әлгі судьяның атынан неше түрлі наразылық, жаңағы судьялар жаңағы өздерінің шағымдарын жазып жатады. Қазір енді бейне жазба таспа бар, оның барлығы түсіріліп жатады. Ана жерде кім айтты, егер қандай шағым түссе, содан қарап, болды ма жаңағындай судья тарапынан өрескел сондай қылықтар болмады ма, соны да тексеріп, өте бір жақсы қолайлы деп ойлаймын. Өте.
сонда шағымдар да қазір туындамай, халық уже түсініп жатыр оның барлығы жаңағыдай ол бос керексіз нәрсе екенін, одан да шында да заң түрде жаңа шығарды ма, онда дұрыс түсінді, шында да солай болды ма, жарайды, адамға бәрібір ертең уақыт беріледі ғой, ертең басқаша болып жатса, мысалы, шында да жаңа дәлелдеме тапсырып, ертең басқаша болып жатса, ол қайтадан сотқа жүгіне алады. Сондықтан да оны ешкім шектеп тұрған жоқ, бір рет келесің деп. Сондықтан бұзылып жатса, оның құқықтары тағы да келуге болады. Дұрыс айтасыз. Раушан ханым, жалпы қандай көбінесе белең алып тұрған жалпы мәселе, қандай көп шағымдар түседі, сол туралы айтып өтсеңіз сіздерге. Енді белең алып тұрған. Бізде белең алып тұрған, енді өзіміздің сотыма келіп тоқтайтын болсам, енді өзіміздің сотқа да құрылғанына ендігі жылы 10 жыл болады, міне ақпан айында ендігі жылы. Сол осы жыл арасында мен осы сот құрылғаннан бері өзім қызмет етіп келе жатырмын. Бұл сотқа да бірінші рет мамандандырылған соттар құрылғандықтан кәмелетке толмағандардың істері жөнінде кеттім. Өзіңіз білесіз қандай сот екенін. Бұған да өте жаңағы конкурс үлкен болды. Бұған өйткені өте жауапкершілікті талап ететін. Және де бұл келген осы үлкен тәжірибесі бар, сондай судьялар келді біздің сотқа, соның ішінде мен де болдым. Сол конкурстан өтіп, оғанға дейін мен Барлық ауданы сотында 16 жыл жұмыс істеген болатынмын. Жалпы юрисдикцияда жұмыс істеп келе жатырмын өмір бойы. Сондықтан да мен бұған өткен соң бұл жұмыс маған қиынға түскен жоқ, потому что өмір тәжірибе бәрі бар. Енді қазір осы қарап отырған кезде соттарды мен өзімше қолымнан келгенше мен түсіндіремін. Отбасының қаншалықты айырылысқаннан кейін қазір қанша көп уақытын соған кетіремін түсіндіруге. Өйткені екі тарапқа айырылысып келгеннен кейін өзіңіз білесіз ғой, ыза болып келеді де кейбір өкпелі. Соның немене соған бір енді ортақ бір нейтральный сторона дейді ғой, сол болу керек. Сондықтан мен соны түсіруге тырысамын. Көбіне сол яғни соған түсініп, шынында да дауларын өздері бітіріп жатады. Енді қазір туып тұрған көп біздің ішімізде ең қиыны да сол бізде баланың көбінесе ата-ана құқығынан айыру бірінші кезекте тұрады бізде. Өйткені қазір білесіздер, қоғамда мына қолайсыз отбасылар, жаңағы араққа, ішімдікке салынып кеткен отбасылар көп. Соның салдарынан балаларға ешқандай жағдай жасалмай, жаңағы далада қалып, қанға бастыққа салынып, немесе қылмысқа барып, немесе әкімшілік жазаға тартылып жатқандар көп. Сондықтан жаңағы сол балалардың құқығын қорғайтын органдар, білім бөлімі, немесе жаңағы акиматтағы осы кәмелетке толмаған істер жөнінде соның құқығын қорғайтын жаңағы комиссия бар, солар барлығы, инспекторлары бар, осы кәмелетке толмағандар барлығы сол бірлесіп осындай қолайсыз семьяларды тіркеуге қойып шаралар жүргізеді әртүрлі, олармен профилактикалық. Егер де оның барлығы ертең жеткіліксіз болып жатса, ешқандай нәтиже шығармай жатса, онда ең соңғы шек осы сотқа ата-ана құқығынан бізге не шектеуге, немесе ата құқығынан айыруға келеді. Біз әрине кей кездерде сотқа келген кезде енді балаларынан, сол кездерде балаларын алып қойып сандарда жаңағы бейімдеу орталықтарында жатады ғой, бір ай, екі ай, немесе жаңа балалар үйінде болады балалары. Сол уақыттарда сотқа дейін кейбір ата-аналар өздерінің нәтиже шығарып, кейбіреу әлгі арақ ішкеннен емделіп, үйлерін жағдайларын жасап жатады. Біз ондай кездерде шынында да мына адамға тағы да бір шанс беру керек екен ғой. Мынау енді баласы үшін жан таласып жүр екен ғой деп, шынында да біз нағыз түзелгенде көзіміз жеткен болса, біз ондай талап арыздарға қанағаттан дұрыс қалдырамыз. Егер ондай болмай жатса, онда ата-ана құқығынан айырамыз, бірақ та айтамыз, 6 ай ішінде сіздер қайтадан қалпына келтіруге болады дейміз. Егер 6 айдан келмесе, онда ана балаларын ертең біреулерін асырап алуы мүмкін, немесе басқа біреулер патронатқа алуы мүмкін. Осының барлығын түсіндіреміз. Сондықтан бізде бәрібір де ата-ана құқығынан айыру өте көп болып жатыр. Одан кейін кезекте жаңағы балаларын айырылысқаннан кейін айтып жатырмын ғой, баланың тұрғылықты жерін анықтау, немесе баланың кездесу уақытын. Көбінесе баланың кездесу уақытын анықтау деген істер бізде көп қаралып жатыр енді. Ол өте қиын, конечно, екі ата-ана балалар үшін қандай да былай қарап тұрсаң, ол түк емес сияқты, екеуі де ата-ана ғой. Енді баланың өмірге келген баланың қандай кінәсі бар? Ол әке-шешесімен өмір сүру керек. Сондықтан оның әке-шешенің сүйіспеншілігін көру керек, қамқорын көру керек. Сондықтан енді келісімге қалай келе алмайсыздар деп айтып түсіндіріп, сонымен келісіп жатады. Сол жаңа айттым ғой, бітімгершілік тәртібімен, ал келіспейтіндерге баланың мүддесінде шешімдер шығарамыз. Жақсы, осы тұста бір сауал қойғым келіп отыр. Жалпы ата-ана жауапкершілігі қалай болуы керек? Не айта аласыз ата-аналарға? Жауапкершілігі қалай болуы керек? Қараңыздар,
біздің неке және отбасылық ерлі-зайыптылық кодексі бойынша, және де балалар құқығы туралы заңда барлығында апанық жазылған. Яғни дүниеге келген әрбір бала ата-анасымен тәрбиелену керек, ата-анасы оған барлық жағдай жасау керек. Жаңағы баласының физикалық, психикалық жағынан дамуына, рухани жағынан дамуына барлық жағдай жасау керек деп айтылған. Сондықтан да ата-ана сол жағдайын жасау керек. Баланың барлығының құқығы бар, оқуға, өмір сүруге, мысалы былай қарасаңыз, ем алуға деген сияқты әке-шешесі барлығын енді баласы жаңағы развиваться ету үшін, соның барлығын жетілдіру үшін жасау керек қой. Бірақ та қарап отырсаңыз, мына заманда, бірақ заманға байланысты ма деп ойлаймын ки, ата-аналар қазір балаларына көп көңіл бөлмейді. Өйткені таңертеңнен кешке дейін жұмыста жүреді. Кешке дейін келеді, одан қалса жаңағы өзіңіз білесіздер, мобильный телефон, ұялы телефондарынан түспейді. Ана бала өскеле жатқан сол әке-шешелерінің қимылдарына қарап, солардың шыққан ауыздарына сөзін губка сияқты өздеріне сіңіріп, соларды өседі ғой. Қарап отырсаң, қазір балалар да бірден аспай жатып, телефонда отырады. Енді ол қандай тәрбие алды деп ойлайсыз? Тем более телефонда қазір барлығы орысша. Барлығы бірінші қазақ тілін үйрену керек, нет, олар орысша үйренеді. Сондықтан да ата-аналар өз жағынан енді, конечно, жауапкершілігі олардың өте зор, бірақ та сол жауапкершілігіне ата-аналар көбінесе немқұрайды қарайды. Ал егер үйлерінде жаңағы ата-аналары, апаталары болса, енді қарттарымыздың қазынамыз ғой, онда ол жақтың балалары басқаша өседі. Олар енді ата-аналары оларға көңіл бөледі. Сондықтан да мен ата-аналарға айтайын дегенім, оны жауапкершілікті дұрыстап қарау керек, потому что балалар ертең өздерінің болашағы ғой, келешегі. Сол біздің мына мемлекетіміздің өркендеуі сол балалардың жас жеткіншектердің қолында тұр. Әрине. Сондықтан да дұрыс тәрбие беру керек деп ойлаймын. Егер ол бермей жатса, жаңа айтып кеттім, азаматтық әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бар. Соның 127 бабы бойынша ата-ана егер өзінің жаңағы берген балаларына дұрыс тәрбие бермесе, оқу жағынан болсын, күтім жағынан болсын, басқа бермесе, онда жаңағы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылады олар. Айыппұл салынады. Екінші рет тартылады, тағы да екінші рет тартылады, егер болмай, онда арестқа жаңағы қамаққа дейін алынады. Бірақ та баласы болғандықтан ала алмайсың, енді онда үлкен айыппұл берілген. Сол осындай бізде жауапкершіліктер көп. Жақсы, енді Раушангүл ханым, жалпы енді осы салада қызмет етіп жатқаныңыз жаңа айтып өткендей біршама жылдар өтті. Енді осы сот саласындағы өзіңіздің жеке жетістіктеріңе тоқталып өтсеңіз. Ой, жаңа айтып кеттім ғой, 30 жыл болды осы сотта істеп келе жатқаныма, талай өмір өтті, қолдан талай істер қаралды демекші. Енді осы жыл ішінде менің енді жетістігім, өзіңіздеріңіз көріп отырсыз, ең осы судьялар одағының ең биік белгісі біздің осы 3 биік белгісі. Сол сот жүйесіндегі осы көп жылғы менің еңбегім үшін, және де сот төрелігінің жүзеге асырудағы табыстарым үшін, қоғамдық қауымдастыққа сіңірген еңбегім үшін осы берілді. Одан басқа жаңағы алғыс хаттары, құрмет грамоталар барлығы бар. Ең үлкен, ең жетістік осы біздің судьялар одағының, осы істеп жатқан судьялардың осы ең үлкен белгі деп есептеледі, 3 биік. Жақсы. Енді келер жылдан не күтеміз? Жоғарғы соттың алдағы жылғы жоспарымен қысқаша бөлісе кетсеңіз. Келер жылдан енді аман есен өтеміз, мына біздің індетіміз бітеді деп ойлаймыз. Халықпен еркін қауышамыз деп, өйткені біз барлығымыз қазір телефонға жабысып қалдық қой. Ал когда халық келген тараптарды өз көзімен көріп әңгімелескен, ол бір басқа, былай қарасаңыз. Одан басқа біздің жұмысымыз, жаңа айттым ғой, сот төрелігінен басқа біз жаңағы профилактикалық жұмыстар, жаңа жастармен жұмыстар, әсіресе өсіп келе жатқан, оларға мына заңдарды түсіндіру, жаңағы жауапкершіліктерді, әкімшілік, және қылмыстық жауапкершілікті түсіндіру, біз сол бойынша дәрістерді оқимыз, алдын алу мақсатында. Колледждарға барып, жаңағы жоғары оқу орындарына болсын, біз соларды қазір істей алмай отырмыз, шынында қолымыз қысқарып деген сияқты. Енді соның барлығы келешекте болады деп жаңағы айтып кеттім ғой, отбасылық соттар құрылады келешекте деп, осы ендігі жылы жарты жылдықта әйтеуір құрылады ол, өйткені ол уже бар жоспарда, барлығы да биыл мына жаңадан әкімшілік мамандандырылған сот ашылды. Сондықтан осы
сот жүйесі ол бір орында қалмайды, заңдар, яғни заңдар ол әрқашанда заманға қарай өзгеріліп отырады, талаптар да басқа, заңдар да. Соның барлығын тек осы заң аясында барлығы болып шешіліп жатады деп ойлаймын. Біздің енді жаңа өздеріңіз айтып кетті, ана жол біздің жоғары соттың жаңа төрағамыз президентпен барып кездесіп қайтты деп, біздің енді соттардың реформасы тағы басталады, жаңағы финансированияны жаңағы айтты ғой, тоже сол біздің яғни еңбекақымызды қарастырылады қайтадан деп жатыр. Одан басқа жаңағы отбасылық сот құрылады, жаңағы алдымызда амнистия келе жатыр, рақымшылық, барлығы. Сондықтан көп әлі реформалар бар, соның барлығы халық үшін жақсы, біз күтеміз деп айтамыз. Оның шығарылған жаңағы жарлықтарды, заңдарды біз орындаймыз. Сол азаматтардың мүддесінде, құқығын қорғау мақсатында. Жақсы. Раушан Гүл ханым, енді студиямызға келіп дидарласқаныңызға рахмет. Мінекей, осы бір түйткілді мәселелердің бірін айттық деп ойлаймыз. Шынымен де, енді қымбатты көрермен, осымен біздің бағдарламамыз тәмам. Бүгінгі қозғаған тақырыбымыз сот жүйесін жетілдіру болған. Мінекей, біршама өзгерістер де бар. Енді осымен бағдарламамыз тәмам. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі бағдарламада жүздескенше қазақ елі аман болсын, тыныш заман болсын.